Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа жабуға арналған өріктен табиғи өрік шырынын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сіздерге ұнайтын болады, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып аламыз, және де видеода көріп тұрғандарыңыздай екіге бөліп, сүйектен ажыратып аламыз. Бұл жерде өрікті кішкене езілгенін, жұмсақтау түрін алсаңыздар да жарай береді. Өріктерімізді блендерден өткізетін боламыз. Егерде сіздерде блендер болмаса, ет тартқышпен, яғни мясорубкамен өткізіп алсаңыздар болады. Мінекей бізде қоймалжың барлық өріктеріміз езілді. Осы қоймалжың массаны мен енді сүзгіден өткізетін боламын. Себебі ішінде өріктің тамырлары және де қабықтары болады. Ол енді ішкен кезінде ыңғайсыздық туындырмау үшін мен оны сүзгіден өткізіп алып тастағанды жөн көрдім. Әрине бұл міндетті емес, сүзгіден өткізбей жасай берсеңіздер де болады. Сүзгінің бетінде тамыры мен қабықтары қалды, ол бізге керек емес, біз оны алып тастаймыз. Және де міне байқасаңыздар, тап-таза, ешқандай қабықтары, тамырлары жоқ. Ендігі кезекте біз езілген өріктерімізді қайнататын қазанымызға құямыз. Байқаған болсаңыздар, дәл осы қызыл ыдыспен менде сәл толмай өрік шыққан болатын, және де дәл осы ыдыспен 2 есе салқын суды құятын боламыз. Яғни сіздерде бір табақ өрік шықса, 2 табақ су құятын боласыздар. Жақсылап араластырып болған соң газ отымызға қойып қайнататын боламыз. Шырынымыз біздің қайнағанша біз банкамызды булайтын боламыз, және де крышкаларымызды да булайтын боламыз. Мінекей біздің шырынымыз қайнап бастады, міндетті түрде бетінде көбіктері шығады, ол көбіктің барлығын алып тастау қажет. Мен бұл жерде 3 килограммдай өрікке 800 граммдай құмшекер қостым, және де 1 шай қасық лимонная кислота қостым. Құмшекерді тәттілігіне қарай тағы да қоса берсеңіздер болады. Мінекей жақсы араластырып 15-20 минут тағы қайнатып шығамыз. Дайын болған шырынымызды буланған банкілерімізге құйып шығамыз. Достар, өте дәмді болып шығады, сондықтан еш қорықпай осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де достар, осы каналдың әрі қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де соңында осындай банка жабатын құрылғымен барлық банкаларымызды крышкамен жауып шығамыз. Сыртын бір сүртіп жіберіп, банкаларымызды төңкеріп, бетін жауып, суығанша қойып қоямыз. Мінекей достар, біз өріктен өте дәмді шырын дайындап шықтық. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге және сіздің отбасыңызға және де бала шағаларыңызға міндетті түрде ұнайтын шырынның бірі. Сіздерге ас болсын.